Одан кейінгі орында мысалы Бейонсе, мысалы 59 миллион деген сияқты. Ошын Инстаграмда әйелдер билеп тұрды, матриархат. Үшінші Мой мир 155 мың адам. Оны бағана біз семинарда айтып кеттік. Мой мир деген бізде қазір қарапайым ғана әлеуметтік желіден бұрын ауылда, мысалы мен білемін, менің ауылымда бұл алғашқы махаббатты тексеретін алаңқайға айналып кеткен да. Жігіт қызбен жүреді, қыз жігітпен жүреді, бәрі болды. Біріне пароль беріп қояды жаңағы. Сен анау басқа қызбен сөйлесіп қойма, сен басқа жігітпен жазып қойма, бір-бірін аңдып жүреді. Мой мир Ресейдің әлемдегі ең әлсіз әлеуметтік желі саналады. Mail.ru әлемдегі ең әлсіз пошталық жүйе саналады. Бірақ ең әлсіз жүйеге біз ең күшті деген сезімді біз тапсырып қойдық та. Болмаса одан кейін Facebook бар. Facebook деген бағанада айттым, 125 мың адам бар Қазақстан бойынша, белсенді авторлары. Facebook бізде қазір қоғамдық әлеуметтік саяси алаңқай. Ол жерде жаңағы Астанадағы мүсінді талқылаймыз, канализация лақтырылған баланы талқылаймыз, арқада өлген сайғақтарда киікті талқылаймыз. Ол жерде нені талқыламаймыз? Жыртылған носки, кім киім іліп қойды, бәрін талқылаймыз ол жерде. Сол жерде бар буымызды шығарамыз, барымызды шығарамыз, бүкіл мәселені шешіп тастаймыз. Одан кейін ең соңғы орында Қазақстан бойынша кім iOS-да жоғы? Twitter деген әлеуметтік желі бар. 16.600 оқырманы бар. То есть авторы бар. Маған сол әлеуметтік желі ең қатты ұнайтындардың қатарынан, өйткені сол Twitterдің арқасында мен өз-өзіме тәрбиеледім айтуға болады. Ол жайды кейінірек айтуға болатын шығар. Енді әлеуметтік желі мысалына келген кезде мен бағана бір семинарда да айттым, бір қарапайым қызық мысалдар бар. Әлеуметтік желі құдіретін танытуға байланысты. 2008 жылы Бейжің олимпиадасын кім жеңді бокстан? Кімнің есінде бар? Бақыт Сәрсекбаев, дұрыс айтасың. 2008 жылы осыдан қанша жыл? 8 жыл ме? 8 жыл бұрын. Бақыт Сәрсекбаев Өзбекстаннан келді, олимпиададан жеңді, мықты, олимпиада чемпионы, ол сұмдық атақ қой, мысалы, мен чемпион емеспін деген сияқты. Келді, жеке өміріне мәселелер басталды. Біз енді бұл жерде біреудің жеке өмірін талқылап жатқан жоқпыз. Нағашы тренерімен квартира үшін дауласты. Жеке өмірі. Бірақ жеке өмір деген мәселе әлеуметтік желіге шықты. Әлеуметтік желідегі адамдар бүйтіп болған бүйтті. Ой, не сұмдық нағашымен деген сияқты. Квартира үшін дауласты мәселе. Жеке өмірінде әйелімен машина үшін таласты, сотқа барды. Әлеуметтік желіге шықты, адамдар бүйтті. Ой, не сұмдық әйелімен машина үшін таласып жатыр. Шымкентте бір қонақ үйдің охраннигімен төбелесті, жеке өмірі, жеке охранник емес, бірақ төбелесті, әлеуметтік желі шығып кетті, адамдар не деді тағы да. Не сұмдық Бақыт Сәрсекбаев ұят емес пе? Қазір 8 жылдан кейін, мысалы қазір осы жерге Бақыт Сәрсекбаев келіп келсе, мен енді бұрылмасын, бірақ дегенмен ешкім селфиге түсуге қызықпайды, ешкім онымен міне қазір Бақыт Сәрсекбаев түскі ас ішіп отыр деп айтуға, жазуға қызықпайды деп ойлаймын мен ойымша. Өйткені әлеуметтік желі оның абыройын түсіріп тастады. 3 скандал, жеке өмірінде 3 скандал. Әлеуметтік желіге шығып оның абыройын түсіріп тастады. Ал енді екінші мысал, МС Сәлеуовті. Ютубта арақ ішкізіп, оның достары, бутылкалас достары, ютубқа шығарып, күліп, оны издеваться етіп, елдер оған прикол ұстап жүрді. Күніне 2000 теңгені зорға тауып жүрген Атыраудағы алқаш, грубо говоря. Қазір әр тойдан $2000 табады. Мешітке барып жүр, көлік сатып алды, киім лентасына несін шығарды, линиясын шығарды. Елге ақыл айтып жүр қазір кәдімгі мен сияқты. Жарты жылдың ішінде, бір жылдың ішінде. Ютубтан әлеуметтік желі құлдан хан шығарды, ханнан құл жасады. Болмаса әлемдік масштабтен сіздер енді жас деп сіздерге тым жеңіл нәрсені айта берсе тағы өспейсіздер. Кішкене сәл серьезный нәрсе айтсақ, әлемді қарасаңыздар Twitter бағана, Twitter. Рим папасы деген бар, білесіздер, сіздер папаларыңыз бар, одан да үлкен білесіздер, Рим папасы деген бар, әлемде Франциск деген. Осыдан 3 жыл бұрын Бразилияда бір жастардың конгрессі болатын болды, ол мынадай қызық нәрсе жасады. Кім мен Twitter'іме қосылсам, то есть мен оқысам, мен сол адамның поштасына индульгенция жіберем деді. Индульгенция деген сөз христиандықта күнәдан кешірілетін хат. Сіз әшейін просто оған подписаться етесіз, осы сізге поштаңызға хат жібереді, сіздің күнәларыңызды кешіріп деген. Рим папасы Ватиканда негізі дін саясатқа араласпау керек, дін әлеуметтік желіден алыс болу керек. Ортаға түсіп, көрдіңіздер, әлеуметтік желінің әлемдегі жағдайға әсері. Болмаса
Білесіздер, қазір 2010 жылдан бергі түрлі түсті революцияның бәрінің аты бар. Тунистегі 2010 жылғы революцияның екінші аты қандай? Твиттерная революция. 2011 жылғы Мысырдағы революцияның аты қандай? Финиковая революция, яғни құрма революциясы немесе Фейсбукная революция дейді. Өйткені Египетте білесіздер 90 миллион ба 70 миллион адам бар. Соның ішінде 5 миллион адам Фейсбукта, 5 миллион адам ана билеушісі наразы болады да, Фейсбукта 2 аптаның ішінде 14 мың группа құрып тастайды, аппай салып. Сөйтіп сол жерде бүкіл алғышартын жасайды, лозунгтарын даярлайды, көшеге қашан шығамыз деген пісіп, қайнап, ең сонда көшеге шығасады. Сөйтіп бүкіл Мысырдың көшелерінде білесіздер, рахмет саған Фейсбук, кейін 2011 жылы бір кішкентай қыз туды, атын Фейсбук Мұстафа Джамал деп қойды. Бізде Азияда саммитте қосып Фейсбук деп атайды қыздар, ат қойып жатыр да. Бұл әлемде болып жатқан дүниелер да. Сіздердің Инстаграмнан басқа да дүние бар да негізі. Сол әлеуметтік желіні басқа біреулер дұрыс мақсатта, бұрыс мақсатта пайдаланып жатыр да. Енді бірінші тезис, менің атым негізі Өркен Кенжебек емес. Постер қате, Руслан өтірік айтады деген сияқты. Айтайын, менің атым Жансерік Молдабеков болғанда. Жансерік Молдабеков, Өркен Кенжебек емес. Мені ауылда бәрі сөйтіп атайды, мамам солай атайды, күнделікті солай жазды, мұғалімдер солай. Менің Жансерік Молдабеков екеніне 9-шы классқа ешқандай күмәнім болмағанда. Бір күні 9-шы классқа жаздың айында, августтың 27-сі мамам келіп айтты, мама деп балам, кешір, сен бүгіннен бастап Өркен Кенжебек боласың. Просто сен баяғыда метркеде Өркен Кенжебек едің, кейін нағашылардың қолында өскен сен Жанға Серік болсын, Жан Серіктен соң кейін сен нағашылардың фамилиясы Молдабеков деп болып кетті. Сонымен бүгіннен бастап өркенсің деді да. Сөйтіп мен 3 күн жылағам. 3 күн үйден шықпай жылап, қыз сияқты балалар да жылайды ма? Өйткені менің 16 жыл бойы Жансерік Молдабеков, мен ішінде Жансерік өлу керек болды да, өлу керек болды да. Ішінде бір адам туылу керек болды, өркендегі. Енді бұл историяны сіздерге не үшін айтып отырмын, жеке мысалында, біз көп жағда интернетте өзімізді басқа адам ойлап жүреміз да. Өзімізді өркенді ойлап жүреміз, сөз Жансерік деген сияқты, немесе керісінше. Ол қалай? Интернетте көп деген жалған принциптер бар, мен сіздерді содан ең бірінші сақтандырып жүрмін. Мысалы, ең бірінші принцип бұл жалғандық, екіжүзділік. Екіжүзділік деген сөз, бұл жерден сіздерге ауыр бола ма, ауыр болмай ма білмедім. Мысалы, блогер деген сөз, мен сияқты адам интернетте жақсы жазады. Оны өмірде көрсең, сенің көзіне тіке қарамайды, көзін төмен салады, қыз секілді. Мен ер адам ғой. Оның алақанын ұстасаң, қыздың алақанында жұмсақ, өте биязы, өте жұмсақ сөйледі. Көркем мінез былайша айтқан кезде. Бірақ интернетте мен оны білемін, тролль да. Тролль деген сөз өз атын көрсетпейді, аноним, билікті сынайды, әркімді ғайбаттайды, біреудің артынан тас лақтырады, орынды орынсыз қыртып, мінеп сынап отырады да. Аузынан ақ ит кіріп көк ит шығады деген сияқты. Енді сонда бағанағы маған реал өмірдегі жаңа қола қыздың алақанынан жұмсақ, биязы сөйлейтін адам оның шын кейпі ма, жоқ ана интернеттегі аузынан бұлғау шығып отырған адам шын кейпі ма? Мен ойымша екіншісі да. Өйткені білесіздер, адам арақшысы шын айтады дейді ғой, сондай ма? Адам арақшысы шын айтады дейді, біреу барып болған или басқасын өтірік болған деген сияқты. Демек, адам интернетте шынын айтады да. Анау адам мына өмірде биязы көркем мінезді көрсе, демек өтірік. Интернетте қандай адамның шын табиғаты сондай деп ойлаймын. Бірінші принцип. Екінші, адам айтқан сөздің тұтқаны деген нәрсе бар. Осыны қатты есте сақтауы керек деп ойлаймын. Өйткені бізге осыны айтқан адам болмады. Мен де осы қателіктерді жасадым. Сіздерде осы Алматы облысында Қызылағаш деген жер бар. Білесіздер, иә? Су тасқыны болды, 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба. 49 адам қайтыс болды. 49 адам қайтыс болған неге есімде сақтап қалдым? Өйткені 2 күннен кейін коммерциялық телеарналар былай деп жазды. 49 адам что-то аз. 100 адам қайтыс болды ғой, ең шіркін үкімет бәрін жасырып отыр. Ау? 45 адам. 45 адам аз, 100 адам қайтыс болды деді. Коммерциялық телеарналар. Одан кейін 2 күннен кейін бір радиолар қосылды, енді батыстан, аяқтан қаржыландырылатын 150 адам не? Ой, что-то 150 адам аз ғой. 150 адам қайтыс болды. Сол кезде бір 5 күннен кейін Фейсбуктағы жазғыштар қосылды. 150 адам не? Сен
500 адам өлді ғой деді. 500 қайран, даже көріп тұрмын деді. Енді деймін да, сол 500 адам өлді деген блогерді қараңғы бір подъезде ұстап алып, ойыншық пистолетпен бүйіріне тақап тұрып сұрасаңшы, жағасынан ұстап, не обязательно. Қайсы 500 адам мүрдесі тауып берші, 500 адам қайда өлген десем, не дер еді ойлайсыздар? Ол айтар еді, мен жай блогермін, мен жай жаза салдым, жай ерім жаздым. Яғни айтқан сөзіне жауап бермейді. Біздегі интернеттегі 99%-да 99% біз айтқан сөзімізге жауап бермейміз. Біздің сөзіміз бен ісіміз бөлек. Сіздер содан сақтануыңыз керек деп ойлаймын. Үшіншісі, атақ деген бар, абырой деген бар. 2007 жылы мен студентпін, Таразда Бауыржан Бөлбеков деген досым бар, жас отанда үйіне интернет орнатты 2007 жылы. Сөйтіп отырды, ішіп пысты айтты, давай, Өркен, сенің атыңды Гуглдан теріп көрейік деді. Давай. Өркен Кенжебеков деп Гуглдан терді 2007 жылы. 0. Google мен білмейді 2007 жылы. Ана баяғы кезде жылаған жоқ, мен ішінде отырмын. Анау Бауыржан өзінің атын терді, жас отанда жұмыс істейтін. Бір ақпарат шықты. Кішкентай ақпарат, жамбыл облысында бір кішкентай қалалық сайтқа шыққан деген сияқты. Анау мақтаныпты. Google мен біледі, Google сені білмейді. Мен ол кезде 7 жыл дебат ойнап жүргенмін, Таразында белсенді студенттердің бірімін, сіздер сияқты деген сияқты. Ол кезде Instagram жоқ, жалғыз ғана не бар еді? Google бар, Google-мен білеміз. Танымал емес. Содан кейін шыны керек қой онда. Журналистикаға келгендегі бір мақсатым мен атақ шығару болатын да. Атақ шығаруым керек. Сынауым керек. Білмедім. Қалай да мен атым шығару керек. Қалай да мен осы атымды тарихқа қалдыру керек деген бір не болды да. Кейін ойлап қарасам ол қыртынбай нәрсе екен да. Өйткені атақ деген нәрсе абыройдан төмен тұрады екен да. Мысалы, абырой деген нәрсе білесіздер ме, қалай салыстырсам болады? Бір жынысты неке деген бар ғой? Гей, лесбиян деген нәрсе бар ғой? Мысалы, сіз қазір соны қорғасаңыз, ол сізге атақ береді. Қорғасаңыз. Олардікі дұрыс. Олар енді табиғаттың заңдылығы, енді мемлекет біз бері терпімге болу керек, толерантты болу керек десеңіз, ол сізге атақ береді, бірақ халықтың ішінде абырой бермейді. Болмаса, дәл қазір жағдайда, мысалы, білмедім, мысалы, елбасымызды, мысалы, кейбір жағдайда қолдау сізге атақ бермеуі мүмкін. Ары кетсе жағымпаз деуі мүмкін. Соны тура қасынан столда отырып, пост жазды. Мен өте қайғырып тұрмын, ағайын. Соболезновать, пожалуйста, жаңағы. Елдер лайк басып, ойбай, не майын жылама, қайырлы болсын деген сияқты. Көрдіңіз ба? Қайғылы жағдай, қуанышты жағдай. Екі жағдайда да сіздер ешнәрсе жазбауыңыз керек деп ойлаймын. Екінші, осы дауға араласпау деген мәселені мен бағанан айтып кеттім. Былтыр білесіздер, Әлиби деген кісіні білесіздер ме? Әлиби ол негізі бар. Ол интернет. Ол әлеуметтік желі. Оның да өзінің орбитасы бар, оның да өзінің гравитациясы бар, оның да өзінің атмосферасы бар, оның да өзінің ол планетада кәдімгі тұру керек та. Біз сонда тұрып жатырмыз. Сіздер оның Инстаграм деген қаласында тұрып жатырсыздар, біреу оның Мой мир деген ауылында тұрып жатыр, жаңағы үстіне су ағып деген сияқты әлсіз. Біреу Facebook деген крутой жаңағы ауылында тұрып жатыр деген сияқты. Бәріміз сол планетада тұрып жатырмыз. Бағана айтқан заңдылықтар сол планетадағы жалған принциптермен сіздер білуі тиіс, менің ойымша. Заңдылықтар ойлаймын. Біз сіздерді қазір Қазақстанда қанша екі рет Кеңес одағының батырын алған қанша адам бар деп үйретеді тарихта? 4? 3? Қанша? 3 ме 4 ме? 4 ме? Мені 2013 жылы Қазақстанда екі рет Кеңес одағының батырын алған 3 адам бар деп үйретті. Егелдинов, Луганский, Беда. Осы жарты ай бұрын Яков Федоров деген досым екеуміз Қостанайға бардық. Қостанайға барып облыстық өлкетану мұражайына кірсек, Беданың 2 жұлдызы тұр, оның қасында тағы бір адамның шинелі тұр да, оның да төсінде 2 жұлдыз тұр да. Мына мүмкін емес, Қазақстанда 3 адам ғой батыр десем, екі рет Кеңес одағының батырын алған. Жоқ, ондай адам бар дейді да. Иван Фомич Павлов. Мен қазір сіздерге ақыл айтып тұрмын, кеңес айтып тұрмын. Мен әлі де, значит, кейбір білім базаларым, анау мектептегі кезден 2000 жылдан бері обновление жасалмай қалғанда. Мен әлі сол 3 батыр көрдім. Сөйтсем 4-еуде. Иван Фомич Павлов. Мүмкін қазір кейбір үшеуде отырғандар, сіздер мүмкін білім базаларыңыз қазір жаңарда. Айтайын деген, мысалы, осы кезге дейін медиктер аппендицит бар ғой, сол хрущевтің мүлдем керексіз табиғаттың
мүлдем қателік деп келген, Құдай қателескен деп келген. Соқыр ішек деген мүлдем адамға керек емес. Алып тастайды, не тастайды. 2007 жылы ғалымдар ашты, соқыр ішекте жаңа пайдалы бактерияларды туғызатын орта екендігі. Медиктер тұжырымға келді. Яғни Құдай қателескен жоқ, адамдар қателесіп кетті. Яғни біздің біліміміз толық болмай келді. Яғни бұл жердегі тезис ақпараттың ескіруінде. Енді қараңыздар, осыған кереға қарсы айтам қазір. Ақпарат деген білім емес. Мысалы, мен сіздерге қазір күшті нәрсе айтайын. Адам түшкірген кезде, оның түшкіргендегі сілегейі сағатына 161 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Мысалы, осы білім бе? Немесе бегамоттың сүті қызғылт болады. Егер адам қазір мен сақалымды жіберсем 9 метрге дейін өседі. Егер сіз мысалы душ қабылдап дәрет сындырсаңыз, жылына 620 литр суды үнемдейсіз. Мынаның бәрі факты да. Интернет сізге осындай дүниелер сіздер миларыңызға сіңіріп тастаған. Мессидің қанша айлығы алатынын білесіз, білмеймін ғой, Бейонсе қандай Dolce & Gabbana киінеді деген мен жайлап айтып отырмын. Сайда деген сияқты бастарыңызда түрлі фактілер жүр, бірақ білім жоқ. Білім мен фактын қалай ажыратады? Мен сіздерге қарапайым мысалын айтайын. Мона Лиза деген суретті кім біледі? Мона Лизаның суреті. Білесіздер? Әлемдегі ең атақты сурет, бір әйел тұрар, не күліп тұрған белгісі, не жылап тұрған белгісі, сондай. Біресі айтады ол. Әйеліңіз суреті дейді. Жарайды, маңызды емес. Мона Лизаның қандай ерекшелігі бар білесіздер ме? Ерні? Қасы жоқ, дұрыс айтасың. Көзінде жас сурет салған адамның салған адамның суреті түскен ғой көзіне қашып. Ол да бар. Мона Лизаның ернін 12 жыл салған дейді, ол да бар. Бірақ жаңағы вариант дұрыс та, мен сұрақ алып отырған жауап. Мона Лизаның қасы жоқ та. Әйелдің қасы жоқ. Енді сіз осыны қазір білдіңіз, қазір осы жерден тұрып кетіп қазір біреуге айтсаңыз, білесің бе, Мона Лизаның қасы жоқ екенін, керемет. Неге қасы жоқ сіз сен жағы білмейсің да? Ол факты да, неге қасы жоқ деген жауап ол білім. Неге қасы жоқ деген жауапты сіз уже интернет бермейді, уже сіз оны кітаптан іздейсіз да? Леонардо да Винчи да 15 ғасырда өмір сүрген Ренессанс дәуірі кітапты іздейсіз. Ренессанс дәуірінде Флоренцияда туған, Флоренцияда не болған? Флоренцияда 15 ғасырда просто монниктардың арасында қасын қырқу. Мынау уже білім. Қазір осы білімге байланысты мен қазір бір қызық мәселелер айта кетемін, бұл қазір кітап оқуға байланысты болады. Енді мамандық таңдауға байланысты мен өзімнің пікірімді айта кетемін. Мен мамандық таңдауда енді орысша айтқанда конкретно 4 жыл колледжде бағдарламалаушы автоматик мамандығын оқыдым, қызыл куәлікке бітірдім. Одан кейін Тараз мемлекет педагогикасын оқыдым, информатик педагог мамандығын тағы да 4 жыл оқыдым, негізі 2 жыл оқуым керек болған. Үшін ұзақ кетті. 8 жыл оқыдым. Ең соңында оқуды бітірдім. Мен әкем математик болған, әкем мен математик болады ойлады, сөйтсем нағашыларыма тапып кеттім, өлең жаздым, өлең қойып кеттім. Енді айтайын деген қараңыз, оқуды бітірдім, дұрыс емес. Журналист боламын деген мақсат жоқ. 1,5 жылдың ішінде 22 жерде жұмыс істедім да. Таразда Мика деген кафе болды, сол кафені крышевать еттік, түрімізге қарамай. Жарты деген бізде біреу көзінен ондырып алды, содан крышевать еткенде кетіп қалдым. Шөлдала деген жерде системщик болдым. Бір апта системщик болдым, өйткені автобустан түсіп 10 километр жаяу жүріп болдым. 10 километр жаяу жүрген кезде қасқырлар олайтын. Мамам айтты, что-то сен біреу қасқыр жеп қойды. Бармақ қой депті ауылға. Шөлдала деген ауылға системщик. 36 мектепте дебаттан лектор болдым, 50 мектепте информатикадан сабақ бердім, 2 рет түсініктеме жаздым, соны болмайды дедім. Болмайды. Еркін адам, мен мұғалім боламын дедім. Акиматта істедім, администратор базадан болдым, Альянс банкінің кредитін тараттым, адам өмірін сақтандырумен айналыстым. Адам өмірін сақтандырумен айналысу маған болмайды. Ол жерде көп өтірік айтып да. Ол кәдімгі адамға жалынасың да, ке, сіз Эльмира әпке, сіз қандай жассыз, бірақ өтірік көріп қалсаңыз, балаңыз. Давайте, қазірден бастап сіз 20 мың теңге салып отырыңыз, 30 жылдан кейін балаңыз, ой, құрсын, шаршадым. Альянс банкінің кредитін тараттық, шаршадым. Ең сонда махаббат агенттігін ашық Таразда, 2007. Ол қандай? Ойлапсыз да, Бауыржан деген жігіт бар, өлең жазады. А мен енді мектеп кезінде шынын айту керемін, қыздарға
күшті хат жазады да. Елдар ана сәлем хат, көздеген әлемді жазса, мен дәптердің қос парақтарын жылып туып жазадым. 4 бет, 16 бет, 32 бет хаттар жазған болған. Не жазған білмейміз. Бүкіл сөздер тене берген, әрбір мүшесіне жазира кенді алған деген сияқты. Ой, сенің тырнағың жаңағы эллипсте елген деген сияқты білмеймін ғой. 32 бет хат жазған. Ойлады да. Енді Ержан деген досым болды, видеоролик жасайды, сөйтіп махаббат агенттігін аштық. Егер сіз қызға көңіл білдіре алмай жүрсеңіз, біз саған өлең жазып береміз, оған хат жазып береміз, еще видеоролик жасап береміз, 5 мың береміз. Алғашқы 2 апта клиент көп болды, 2 аптадан кейін 2 ай бойы ешкім бізге звондамай қойды. Тараздағы бүкіл ынжық, қопал, қызға сөз айта алмайды, жігіттің бәрі сол кезде таусылдайды. Сонымен ол агенттігімізде жабылды. Айтайын деген осының бәрін басымызда тауға ұрдық, тасқа ұрдық. Ең сонда 2007 жылдың күзінде мен шаршап Жамбыл Тараз деген газетке стажер болып келдім. Әпке мен алыншы дедім екен. Редактормен танысым. Ол мен алған жоқ, 5 ай жүрдім. Кейін облыстық Арай деген газетке кірдім, өйткені кірген себебі редактор менің туысым болды. Аталас туысқан болды. Мен амал жоқ алды. Мамам сөйлесті де, мына бала болды, сенделіп бітті, 22 жерде жұмыс істеді, істемеген бәлесі қалмады, ресторанда кіршауыз ете бастап, махаббат агенттігін ашып кетті, что-то болмайды деді. Мамандығы дипломы сасып жатыр аяқты, қызыл дипломы. Мына бала туысқансың ғой деп Арайға кірді, Арайда мен 1 жыл жұмыс істедім. Сол Арайда мені сондай күшті тәрбиеледі. Арайда жүргеннен 1 жыл жетпей 60 нөмірді алмай мені Алматыға шақырды. Жас қазақта ответ секретары болды. Кейін қазір хабарда жүрміз осы Айтоқы онайында Бесен ағамыздың концепциясын алғаш біз жасадық. Абай газет сайтын құрдық, енді айта берсе оны мақтан алып келер. Журналистикада 8 жыл, құдайға шүкір, қазір оңай, мен мамандығым екен да. Енді мәселе ол емес. Енді мамандыққа байланысты 3 нәрсе бар, таңдауға байланысты. Бірінші менің мәселем. Әкем менің математик ойлады, мен математик шығарып келдім, бірақ мен өлең жазып ескермеді. Мен жазуға қабілетім бар, негізі колледж кезінде де жазып жүрдім, ескермеді. Негізі әке шешеңіз бізді ескеру керекті, қабілетімізді, елімізді, талантымызды. Бірінші тезис. Екінші тезис, білесіздер ме? Қаныш Сәтбаев деген кісіні білесіздер ме? Геолог, қазақ ғылым академиясының 1-ші президенті болған. Қаныш Сәтбаев негізі Баянауылда сот болған. Оқу бітіргеннен кейін сот болған. Сот деген білесіздер, қай заманда да қадірлі, күніге ет жейді, пара берсе елді деген сияқты, қанеге деп жүреді, бір күні ішіп тастап қамшы жейді. Что там, сот любой адам бола алады. Сөйтті, Google жоқ па, ізденеді, қазаққа не керек дейді. Сөйтсе қазақтың жаңағы кені бар, орыстар келе жатыр, давай одан айтайын, геолог болайын дейді да, сот болып тұрған жерінен